Қарапайым жұмысшыдан Қазақ ССР жоғары кеңесі төрағасына дейін көтерілген жан. Атырау политехникалық колледжінде белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Саламат Мұқашевты еске алу шарасы өтті. Елімізге белгілі тұлғаның 88 жылдығына арналған басқосуға оның туыстары мен үзеңгілес достары шақырылды. Тілшіміз баяндайды. 85 жыл ішінде елімізге 40 мыңнан астам мұнай-газ саласының мамандарын дайындап шығарған облысымыздағы іргелі оқу орындарының біріне өткен жылы Саламат Мұқашевтың есімі берілді. Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Саламат Мұқашев бұрынғы Гурьев мұнай техникумының, яғни осы оқу орнының түлегі. Атырау, Маңғыстау облыстарында жалпы республика деңгейінде басшылық қызметтерде еңбек еткен азамат. Бір жылдың ішінде біз Саламат Мұқашевтың өмірбаянын толықтай зерттеп оқығаннан кейін сол кісінің елге жасаған істерінің жартысын болса да жасасам деген арман менде пайда болды. Мұнай мен газ тасымалдау және сақтау мамандығының 3-ші курс студентімін. Болашақта осы Саламат атамыз сияқты Қазақстанның мұнай-газ саласының дамуына өзімнің үлкен үлесімді қосқым келеді. Жамандары көп, жақсыдан әрқашанда, қайда болса өлексе қарғасында. Өзгермейді бұл шындық өмір бойы, бірін мақтап, бірін қарғасында. Дегендердің өзде саналақпын, жол жүреді, адымын санаваттың. Тектей бала кезінде осау деймін, санасына түйгені саламаттың. Саламат Мұқашевтың есімін иеленген Атырау политехникалық колледжі жыл сайын ардақты азаматтың өмір жолын насихаттауға бағытталған апталық ұйымдастыруды қолға алған. Игі шаралар легі биылда жалғасын тапты. 14 қазаннан бастап оқу орнында студенттер арасында олимпиада, интеллектуалды ойындар, зияткерлік сайыстар мен дөңгелек үстелдер өткізілген. Мероприятия, они связаны, конечно же, с жизнедеятельностью нашего отца. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. Барлық шаралар әкемізге арналып өтіп жатыр. Саламат Мұқашевтың есімін ұлғылап, өскелең ұрпаққа өмір жолын дәріптеп жатқан колледж оқытушылары мен студенттеріне алғыс білдіргім келеді. Бізді әкеміздің жетістіктері, еліміздің дамуына қосқан үлесі кейінгілерге үлгі болғаны қуантады. Шара барысында Атырау политехникалық колледжінің студенттері мен оқытушылары Саламат Мұқашевтың атадан аманат, ұрпағыма өсиет атты кітабынан сахналық қойылымдар көрсетті. Ал абзал азаматпен бірге қызметтес болған үзеңгілес достары тұлға туралы естеліктерімен бөлісті. Эльмира Тұңғатарова, Айбек Өтемісов, жаңалықтар қызметі. Он достиг больших успехов от простого рабочего до председателя президиума Высшего совета Казахской ССР. В Атырауском политехническом колледже прошло мероприятие в честь памяти известного государственного и общественного деятеля Саламата Мұқашева. На встречу, посвященной 88-летию известной на всю страну личности, пришли родные и самые близкие друзья. Саламат Мұқашев за 85 лет обучил свыше 40 тысяч специалистов нефтегазовой сферы. Мероприятие в честь памяти известной личности прошло в известном образовательном учреждении области. Государственный и общественный деятель Саламат Мұқашев является выпускником Гурьевского нефтяного техникума. Свою трудовую деятельность он осуществлял в Атырауской и Мангистауской областях, а также занимал руководящие должности в учреждениях республиканского уровня. В течение 1 года мы полностью изучали биографию Саламата Мұқашева, и у меня появилась мечта проинформировать население о проделанной им работе. Я студент 3-го курса специальности перевозка и хранение нефти и газа. В будущем я хочу внести свой вклад в развитие казахстанской нефтегазовой сферы, как это в свое время сделал Саламат Ага. Жамандары көп, жақсыдан әрқашанда, қайда болса өлексе қарғасында. Өзгермейді бұл шындық өмір бойы, бірін мақтап, бірін қарғасында. Дегендердің өзде саналақпын, жол жүреді, адымын санаваттың. Тектей бала кезінде осау деймін, санасына түйгені саламаттың. Стоит отметить, что Атырауский политехнический колледж, который носит имя Саламата Мұқашева, ежегодно организовывает недели, посвященные памяти и пропаганде жизненного пути известной личности. Данное мероприятие также было организовано и в этом году. С 14 октября в учебном заведении проводятся олимпиады, интеллектуальные игры, соревнования и круглые столы. Мероприятия, они связаны, конечно же, с жизнедеятельностью нашего отца. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить студентов, поблагодарить преподавателей за то, что они не забывают имя нашего отца.
и тем самым показывают пример нашему подрастающему поколению, какими успехами, какими достижениями наши отцы внесли свой вклад в развитие Атырауской области. В ходе мероприятия студенты и преподаватели Атырауского политехнического колледжа выступили со сценками «Атадан аманат урпагыма усиет», которые были взяты с книги Саламата Мукашева. А самые близкие друзья известной личности поделились своими воспоминаниями. Туремурат Дабисов, Эльмира Тунгатарова, Айбек Утемисов, Служба новостей.